Мақта қыз бен мысық. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып, күліп, ойнап жүреді. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық, мысық! Мысық келмейді. Келмесең келме, өзім жеп қоямын, деп өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: Мяу, мяу, неге шақырдың? Деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Енеше қатығыңды төкем, дейді. Мысық өз дегеніне жетіп, қатықты төгеді. Ал қыз болса, қатты ашуланып: Онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, деп, ол да өз дегеніне жетеді. Мақта қыз мысықты үйден: Қатығымды төлесең, құйрығыңды беремін, деп, үйден қуып шығарып жібереді. Қайда баруын білмеген мысық сиырға келеді. Сиыр, сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берсең, қатық беремін. Мысық сиырдың қарнын жапырақпен тойдыру үшін жайқалып тұрған ағашқа келіп: Ағаш, ағаш, маған жапырағыңды берші, дейді. Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін. Енді суды қайдан алсам екен? Деп ойланып келе жатқан кезде, алыстан келе жатқан қыздарды көріп: Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Мысық қыздар айтқан сағызды дүкеннен алу керек екенін түсініп, дүкенге келеді. Әй, дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа әкеліп берсең, мен саған сағыз беремін. Мысық дүкеншіге жұмыртқа алып барып беру үшін тауыққа келеді. Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Енді не істеймін? Қайткенім бұл? Деп бара жатса, бірін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімде бір табақтарым бар. Маған бір уыс тары бер. Тышқан үйінен бір уыс тарынап шығып береді. Мысық алғысын айтады. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Рахмет. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар қуанып мысыққа су береді. Жапырақты алу үшін мысық суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырағын береді. Рахмет. Жапырақтарды апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Әйтеуір дегенде мысық үйіне келеді. Қатықта келіп мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Осылайша екеуі достасып кетеді.